Сонымен, бала шағаңызды бағу үшін есірткімен айналыстыңыз ба? Сен сияқты кабинетте отырып алып, ақыл айтатын данышпансымақтар. Мен сияқтылардың жағдайын қайдан ұқсын? Үйтпе, бүйтпе деп айту қашанда оңай. Мен ақыл айтып отырған жоқпын. Мен сізден сұрап отырмын. Ал сұрау ол менің міндетім. Сұрасаң жауап бердім. Қазбалай берудің қажеті жоқ. Я, бала шағаны асырау үшін мен қандай жұмысқа болса да дайын болдым. Арқа сүйетін еркегім. Үйсіз, күйсіз. Орта жолдан тастап, жас қатынмен кетіп қалса мен не істеуім керек? Мен сіздің күйеуіңізді жақтап отырған жоқпын. Ал сонда да міндетті түрде есірткімен айналысуыңыз керек па? Қайталап айтам. Есірткімен айналысамын деген ойым болған жоқ. Шарасыз күйде жүргенімде танысым осындай ұсыныс тастаған үшін келістім. Мен айтылған адреске берілген затты апарып бересің, болды. Бар жұмысың осы. Бірақ ақшасы қомақты деген соң ғана келістім. Бұл не қылған батпан құйрық деп ойламадыңыз ба? Сәлем. Мен Барыстан келіп едім. Не үшін? Қалай не үшін? Сізді біледі деді ғой. Нені? Мен келетінімді. Қайда? Не қайда? Конфет? Қайдағы конфет? Барыстан маған не үшін келдің? Сау бол. Барысқа менен сәлем айт. Бұйыртса тағы жолығамыз. Привет, красавица. Тағы жолықтық бей?
Айттым ғой бұйыртса жолығамыз деп. Аз сөйлегеніңіз өте дұрыс. Көп былшылдап сөйлей беретін қатындар жақтырмаймын ше. Берілген тапсырманы тиянақты тындырып тұрса болды емес пе, дұрыс па? Сен сияқты. Жарайды. Әкеш табырды. Маған сенімен жұмыс жасасқан ұнап қалды. Бұйыртса тағы жолығамыз деп ойлаймын. Сен сияқты аз сөйлеп, істі тез тындырған дұрыс. Как думаешь? Ұлыңыздың кісі өліміне қатысы бар деген күдікпен іздеуде жүргенін білесіз ба? 4 ай болды. Қайда жүргені белгісіз. Ал бірақ біз міндетті түрде табамыз. Қызыңыздың жағдайы қалай болады деп ойлайсыз? Кісі өлтірген ағасы іздеуде жүр. Шешесінің түрі мынау, сотталғалы жатыр. Бәріне мен кінәлімін. Бәріне мен кінәлімін. Қызым жағдайы не болады? Оны о баста ойлауым керек еді. Айтқандай, Айдармен хабарласпадың ба? Кеше хабарласқам. Қашан келем дейді? О жағы белгісіз. Ағасының операциясы келесі аптаға белгіленіпті. Операция сәтті өтсе келеді ғой. Оға дейін келе алмайды екен. Білесің ғой, ағасының жағдайы тым ауыр екен. Білем ол. Сауығып кетсін әйтеуір. Кана қашан келеді екен? Кешігіп кетті ғой. Білмеймін, кеп қалатын шығар. Күте тұрайық. Ассалаумалейкум. Чё там? Осында келу керек олар қазір. Кеп қалатын шығар. Күте тұрайық. Келді әне. Шамиль деген барыға. Опасный тип. Қаладағы закладчиктердің бәрі соның астында двигаться етеді. Екі дос балам тапа-тал түсіп жатып тастаған.
Отморозка, короче говоря. Вәллә. Вообще аяушылық жоқ дейсің мұнда қарға, я? Әрине аяушылық жоқ. Бұндайлардың көзін құрту керек. Айттым ғой, опасный тип. Аккуратно істеу керек ондайларды. Көзін құртамыз бардың. Чо там гнида, бля? Жұмыстарың жүріп жатыр ма? Сука, осылай тайраңдап жүремін деп ойлайсыңдар ма? Түсінбедім. Сендер кімсіңдер? Біздің кім екеніміз білгің келіп тұр ма не? Сука, құлағыңа құйып ал. Ана өзің сияқты закладчиктерге жеткізіп бар. Біз бар кезде сендерге күн жоқ, түсінің ба? Езгеніміз езген, айырғанымыз айырған. Итқағы білет, тағы көзімізге түсетін болсаң, өлтіреміз маған, түсінің ба? Мынау өткендегі пышақталған қыздың өліміне күдікті жігіт. Қазірше іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал мынау Шамил деген местный барига. Разработкада қазір. Ал Шамил Барыс деген қылмыскермен тығыз байланыста болған. Ал мынау осы топпен тығыз байланысты. Лақабаты коммерсант. Өткендегі қолға түскен әйел арқылы осылардың барлығын қолға түсіретін боламыз.
Шамил! Біле, мына қатын бекер көріп кетті. Байқау керек еді. Ештеңе етпейді. Бариганың қасында жүрген қатын. Оңған қатын дейсің ма? Кеттік Бека. Біледі. Охотниктер бізден бұрын жұмысты бастап қойған сияқты. Бұларға обал жоқ. Чина, бізге қаланы уақытша кетуіміз керек. Қалай кетуіміз керек? Біздің әлі мына Барига заказчиктермен соғысымыз біткен жоқ. Бұл соғыс өмірі бітпейді. Біз олармен өміріміздің аяғына дейін күресеміз. Ал қазір қаладан кетуіміз керек. Айтып отырмын ғой, уақытша деп. Бүгінгі оқиғадан соң біраз көзге түспеу керекпіз. Айқай-шу басылған соң ісімізді ары қарай жалғастырамыз. Оның да дұрыс шығар. Самат қайда жүресіз? 4 ай болды. Хабарсыз кетті. Білмедімше. Ана шешесінің наркотикпен айналысасын естігенде вообще шок болдым. Айтпа. Гүлназдан олай болды. Жалғыздан жалғыз қалды. Чина, Гүлназды өзімізден бірге алып кетеміз. Қайда алып кетеміз? Қуасың ба сен? Оған қазір жалғыз қалуға болмайды. Гүлназ, бұның не? Есіңе адасайын дедің ба? Қамшының сабындай қысқа өмірде осындай қателікке ұрынғаным ба? Есірткі сатып, бауырыма көмектесем дегенім қай сасқаным. Мені осы жолға алып келген Саняның сотталып кеткенін көріп біле тұра, өз райымнан қайтпағаныма таң қалам. Енді міне Шамилдің өлімі. Бұл маған деген соңғы ескерту шығар. Егер дер кезінде тоқтамасам, менің де осы жағдайға душар болатыным ақиқат.